құрметті ағайын, бүгін міне аспанға қараймын әнін үйрететін боламын. Келбетіңе тамсанам, жұлдызбысың, аймысың. Сандар арқылы үйренетін боламыз. Бірінші 5-ші пернені басамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 астынан 4. Төменге тартамыз. Сосын жоғары. Төмен, жоғары. Сөзін бірге қосып айтайық, сол кезде оңай болады. Келбетіне деген сөз басында буынға бөлеміз. Келбетіне. Жаңағы 4 қағысты тарттым. Сонда келбетіне деген сөз шығады. Келбетіне. Асықпай тартайық. Келбетіне. Дұрыс. Енді әрі қарай тағы да 5 пен 4-ші пернені басамыз да төменге тартамыз. Тамсанам деген сөз, соның бірінші буынын айтамыз, там деп. Там. Сосын 2-ші пернені басамыз, 1, 2. Тағы да төменге. Са. Сосын 5 пен 4, үстінен 5, астынан 4-ші пернені басамыз. Жоғарыға. Сонда былай болады. Тамсанам деген сөз, міне 5 пен 4, там, төменге, сосын 2-ші перне, са. Қайттан 5 пен 4, сосын жоғарыға, нам. Қосып тартайық. Тамсанам. Сонда келбетіне тамсанам деген 2 сөзді қосайық. Келбетіне тамсанам. Міне аяқталды. Келбетіне тамсанам. Міне аяқталды. Сосын сөзін айтпай 4 қағыс тартамыз. Қағыс деген, яғни төмен түсіруді қағыс деп айтады. Немесе жоғары көтеруді қағыс деп атаймыз. 5 пен 4-ті жаңағы сөзін айтып болғаннан кейін тағы да 4 қағыс тартамыз. 5 пен 4-ті. 4 қағыс. Сөзін айтпай. Сонда түсінікті қояр, тек сандар арқылы санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Басынан бастап тартайық. Келбетіне тамсанам. Осындай жақсы әуен шығады. Келбетіне тамсанам. Жолды әр қарайда осылай сандармен кете береді. Сандарды басып отырамыз. 5 пен 5. Жұлдызбысың, аймысың. Музыка шығып тұр. Мынадай қағазын берем. Осындай сызбасы, міне түсінікті. Барлығы жазылып тұр. Сандары, сосын сөздері, сосын төмен жоғары қағыстары. Міне. Төменге, жоғарыға барлығы дайын жазылып тұр. Кім домбыра үйренгісі келеді, арнайы курс басталайын деп жатыр. Оқушыларға арналған курс. Кім қатысқысы келеді, жекеге жазыңыздар. Тегін курс. Ақша төлемей тегін қатыса аласыздар. Оқушыларға арналған. Үлкендерге қажет болса, үлкендерге де ұйымдастырамыз. Осылай міне сандар арқылы тез үйреніп кете аласыздар. Қайттан тартайық. Келбетіне тамсанам. Тек сандарды басып отырасыздар. Үстінен, астынан басып отырасыздар. Мынау үсті, яғни үстін қығыл. Мынау асты. Астын қығыл. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ал кім курсқа қатысады, құрметті ата-аналар, балдарыңыз қатысамын десе, жекеге жазыңыздар. Бұл тегін курс, яғни ақша төлемейсіз. Ал сау саламатта болыңыздар.